Қазақстан Республикасының халықаралық жағдайы. Қазақстан әлемдік қоғамдастықта маңызды ел болып саналады. Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған алғашқы ел Түркия болып табылады. 1991 жылдың аяғында 2 апта қалғанда Қазақстанды 18 мемлекет, ал 1992 жылдың қаңтар айында ортасына қарай 30 мемлекет таныды. Ал 1992 жылдың ортасына қарай Қазақстан тәуелсіздік мойындаған мемлекеттер Канада, ақш болып табылды. Тәуелсіздіктің бірінші жылында Қазақстан әлемнің 308 елін таныды. Олардың 70-і өздерінің дипломатиялық өкілдерін Қазақстанда ашты. 1992 жылы наурызда Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар ұйымының толыққанды мүшесі болды. Сондай Қазақстан Дүниежүзілік банктің, Еуропалық қайта құру және даму банкінің, халықаралық валюта қорының және ЮНЕСКО-ның мүшесі болып саналды. Финляндияның астанасы Хельсинкида Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қорытынды актісіне қосылды. Алматыда ЮНЕСКО-ның орталық Азиядағы жалғыз өкілдігі ашылды. 1991 жыл Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Лиссабон хаттамасына қол қойды. Ол бойынша Қазақстан ядролық қарудан азат аумаққа айналды. 1995 жылы 25 қарашада Қазақстан Ресей Федерациясымен және Беларусьпен кеден одағын құру туралы шартқа қол қойды. Одан кейін Қырғызстан және Тәжікстан одағына қосылғаннан кейін бұл альянс Еуразиялық экономикалық одақ болып қайта құрылды. Және де 1995 жылы Қазақстан Ислам конференциясына кірді. 90-шы жылдары Қытай мен Қазақстан арасында 50-ге жуық түрлі шарттар мен келісімшарттар жасалды. ТМД елдерінің арасында Қытай мен тауар айналымы бойынша Қазақстан екінші орынға ие. Қытай басшылығымен ұзақ және қиын келіссөздер нәтижесінде даулы аймақтардың мәселесі шешілді. Жалпы ауданы 1000 шаршы шақырымға жуық даулы жерлердің 27% Қазақстанға, ал 43% Қытайға тиесілі болды. 1995 жылы Индонезия, Пакистан, Түркия басшыларымен жоғары деңгейде кездесулер өтті. Қазақстан, Румыния, Чехия, Болгария және Венгриямен өзара тиімді қарым-қатынас орнатты. Қорыта келе, Қазақстан көпвекторлы саясатының арқасында мемлекеттің даму ілгерін жоғарылатты. Әрқашан елдігіміздің ерен еңбегін жоққа шығармайық. Тұғыры биік тәуелсіздігіміздің шаңырағын шайқалтпайық.